Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Бүгінгі іс-шараға кітапханамыздағы кітап қорынан ақынның шығармаларын жинақтап, назарларыңызға балалар әдебиетінің бәйтерегі атты кітап көрмесін ұсынамыз. Кітап көрмесі 3 бөлімнен тұрады. Балаларға жыр шашу бөлімінде ақынның балаларға арналған өлеңдер жинақтары қамтылған. Бұл жинақтарға ақынның өлеңдері, жұмбақтары, мысалдары, ертегілер енгізілген. Аштық азабы кітабы атты деректі поэмасы ертіс ауданының Қызылағаш жерінде ашылыққа ұшырылған адамдардың тағдыры суреттелген. Ел батыр және оның ұрпақтары атты тарихи деректі кітап. Бұл кітап досы журналист Бәділхан Айжанмен бірлесіп жазылған. 1099 жылы жарыққа шыққан әйгілі аудан ертісім атты өлкетанымдықтың тарихи кітаптың 2-ші томы. Ертіс ауданын өткен ғасырдағы тарихи, жүздеген адамдардың өмірі қамтылып, мыңдаған адамдардың есімдері жазылған. Ақынның барлық шығармалары қазақ әдебиетінің қорына қосылған асыл мұра болып табылады. Дана сөзбен, бала сөзбен жыр төккен бөлімінде Мүбарак Жамалиновтың фотосуреттері, монографиялар және шығармашылығы жайлы зерттеулер орналасқан. Назарларыңызға рахмет.